Пойызда кез болған елес қыз. Аты жөнім Әйтенова Гүлім. Осыдан бірнеше жыл бұрын құрбымның Саягүлдің басынан түсініксіз жай өткен болатын. Ары қарай құрбымның өз аузымен баяндап берейін. Құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, әңгімемді соңына дейін тыңдап, ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызды бөлісіңіздер. Жоғарғы оқу орындарында оқып жүрген кезімде пойызбен жиі жүретінмін. Мерекелік демалыстар болса да, шамалы күнге үйге барып келіп тұрғанды жақсы көретінмін. Әдеттегідей кешкі пойызыма отырдым. Демек, ертеңгісін ауылымда болуым керек. Айналдырған 12 сағаттық қана жол болған соң, жолға аса бір көп тамақ алған жоқпын. Бір бөтелке су мен шоколад қана сатып ала салдым. Негізі пойызға мінгенде шудың ортасында кітап оқығаннан гөрі жатып ұйықтағанды жақсы көремін. Көзім ілініп кеткеннен соң, түн ортасы ауғанда шамамен 3-тер шамасында оянып кеттім. Айналамдағы адамдардың барлығы ұйықтап жатыр. Өзім дәретханаға барып, сақтық үшін қол сөмкемді тастамай алып жүрмін. Бір жағынан темекі тартып келуге, тамбурға қарай шықтым. Шылым шегуге келгенімді, оттығымды таппай дал болдым. Ары қарадым, бері қарадым, сөмкемнің еш жерінен таба алмадым. Вагонға кіріп, жолаушылардан сұрайын дегенімде, өдеу ешкім болмады. Амал жоқ, сөмкемді тағы да отырып, асықпай қарауға тура келді. Кенет мұрныма темекінің түтіні иісі келді. Артыма жалт бұрылдым. Арқасын беріп, шашы ұзын қыз темекі тартып тұр екен. Бірден маған қарай бұрылды да оттығын ұсынды. Қуанып кеттім. Ойымда ештеңе жоқ. Темекі тұтатуға кірістім. Алайда тұтанар емес. Ол қыздың қалай тұтатқанынан хабарым жоқ. Өзім еш тұтаталар емеспін. Көмек сұрайын деп қайта бұрылғанымда әлгі қыз ғайып болып кетті. Түк түсіне алар емеспін. Өздеріңіз білетіндей, тамбурға кіріп шыққан адамды байқамау мүмкін емес. Оның үстіне есіктердің даусы да естілмей қоймайтыны анық. Не кіргенін, не шыққанын білдірмей пайда болды да жоқ болды. Қорқайын дедім. Жүрегімді қолыма ұстап, дереу вагонға, мүмкін вагонда отырған болар дедім. Алайда олай да емес. Қорқып барам. Дереу орныма барып жата қалдым. Сәлден соң жол серікті оятып алып, әлгі қызды сипаттап жатырмын. Ондай адам болған жоқ деп, ол кісіде бой берер емес. Сонда ол бейтаныс қыз кім болды екен? Елестеуі мүмкін емес. Өз көзіммен көргенмін. Темекісінің иісіне шейін сезгенім айдан анық. Гүлім, Жамбыл облысы. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, әңгімем ұнаған болса лайк басып, комментарийде өз ойларыңызды бөлісіңіздер.